Құрметті оқушым, бұл жерде біріншіден жақшаларды ашсақ, көбейтеміз жеке-жеке. Сонда менде x квадрат көбейтілген x квадрат азайтылған x квадрат көбейтілген 5 азайтылған 4x квадрат қосылған 20 тең 16x квадрат азайтылған 124. Енді біріктіретін болсам, x-ның 4 дәрежесі, мына жерде 5x квадрат, 4x квадрат, ол менде 9x квадратты береді. Мына жаққа өткізетін болсам, немесе плюс 20 тең 16x квадрат азайтылған 24 деп жазып алайын. Одан кейін барлығын бір жаққа жинайық, мына жаққа өткіземіз. Сонда x-ның 4 дәрежесі азайтылған 9x квадрат азайтылған 16x квадрат қосылған 20 қосылған 124 тең 0 деймін. X-ның 4 дәрежесі азайтылған 25 x-ның квадраты қосылған 144 тең 0 болады. Осы жерден x-ның квадратын t десем, x-ның 4 дәрежесі t квадрат болады. Демек, t квадрат азайтылған 25 t қосылған 144 тең 0. Енді қосындысы 25, көбейтіндісі 144 болатын екі санды ойласақ, ол бізде 9 бен 16-я қоссам 25, көбейтсем 144-ті береді. Бастапқыға оралайық, яғни x квадратым тең 9-ға болса, x-ім тең плюс минус 3-ке. Түбір астын алам ғой квадраттан құтылу үшін. Дәл солай x квадратым тең 16-ға, x-ім тең плюс минус 4-ке. Демек, есептің дұрыс жауабы А нұсқасына сәйкес.